Сәлем достар, анардың қан құрамын жақсартуға, иммунитетті арттыруға тигізетін пайдасы баршамызға белгілі. Бірақ көптеген адамдар анар қабығын оның пайдалы қасиеттеріне күмәнданбастан тастайды. Дегенмен, анар қабығының пайдасы Гиппократтан бері белгілі болған. Анар қабығынан дайындалған сусын микробқа қарсы агент ретінде медицина саласында кең таралған. Ол бронхит, диарея, стоматит және қабыну белгілерімен пайда болатын басқа ауруларды емдеу үшін де қолданылады. Таниндердің болуына байланысты тұтқыр әсерге қол жеткізіледі. Бұл ішекке тиімді әсер етеді. Антиоксиданттар қартаюдан қорғайды және қалдықтарды ағзадан шығаруға көмектеседі. Құрметті достар, каналымның 70%-дан астам көрермені видеоны тіркелусіз қарайды екен. Қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Сіздерді болмашы әрекеттеріңіз пайдалы әрі қызықты жаңа видеоларды шығаруға шабыттандырады. Анар қабығының қайнатпасы мына әсерге ие. Қабынуды жеңілдетеді, тұтқыр әсер етеді, микробтар мен құрттармен күреседі, денені тазартады, жараларды емдейді, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады. Анар қабығы күшті антиоксидант болып табылады. Оның құрамында минералды компоненттердің тұтас кешені бар. Анар қабығы ежелден бері өзінің мүмкіндіктеріне байланысты емдік мақсатта өте танымал болды. Тотығу және зиянды холестеринді жою процестерін тежейді. Соның арқасында анар қабығынан жасалған тұнба жүрек пен қан тамырларының патологиясын болдырмауға әсерін тигізеді. Ағзадан уытты заттарды шығаруға және бауырды тазартуға көмектеседі. Қабынуға қарсы әсерінің арқасында қабық иммундық жүйені нығайтады және суықты емдеуде қолданылады. Паразиттерден құтылуға көмектеседі. Терінің қалпына келуі мен жарақаттардың тез жазылуына, тістер мен сүйектердің жақсы күйде қалуына әсерін тигізеді. Қан кетуді тоқтатады. Терінің онкологиялық патологиясын емдеуде қолданылады. Денедегі бөртпелер мен безеулерді емдеуде, күйік, қажалу және терінің басқа зақымдалуында пайдалануға болады. Қабықты құрайтын минералдар су және тұз теңгерімін қалыпқа келтіреді. Жүйкені тыныштандырады және көңіл күйді көтереді. Анар қабығынан шай қайнатуға болады. Шайдың дәмін жақсарту үшін бал, лимон, жалбыз немесе басқа шөптер қосуға болады. Қайнатылған анар қабығы жөтелге де жақсы көмектеседі. Құрғақ және жаңа піскен қабығын қайнатуға болады. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып кетіңіздер және алда қандай тақырыпта видео көргіңіз келетінін комментарийге жазып кетіңіздер. Мен үшін ол өте маңызды. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін алғыс айтамын.